Сәлем достар. Бүгін термомикс көмегімен өте оңай дайындалатын бисквит тортын дайындаймыз. Экранда көрсетілген нұсқаулық бойынша пешімізді 180 градусқа жылытып қоюымыз қажет. Және де диаметрі 22 см болатын форманы майлап дайындап қоюымыз қажет. Чашаның ішіне бабочка насадкасын қоямыз. Келесі кезекте 4 жұмыртқа, 120 грамм қант, 1 шай қасық ванильді қант салып, 6 минут 37 градус 4-ші жылдамдықта айналдырамыз. Алты минут уақыт тоқтағаннан кейін тағы да 6 минут 4-ші жылдамдықта айналдырамыз, бірақ осы жолы градус қойылмайды. Чашаға 120 грамм ұн, 1 шай қасық қопсытқыш, 1 шай қасық тұз салып, 4 секунд 3-ші жылдамдықта араластырамыз. Тұзды қоспасаңыз да болады. Бабочка насадкасын шығарып алып, күрекше көмегімен қамырымызды араластырамыз. Чашадағы қамырды алдын ала дайындалған формаға салып, 20-25 минут 180 градус қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Менде осындай кольцо диаметрін 22 см қойдым. Противенге пергамент қағазын төсеп, кольцоны осылай орналастырдым. Чашадағы қамырды силиконды күрекше көмек арқылы осы кольцоның ішіне құятын боламыз. Менің пешім 180 градус температурада қызып дайын тұр. Противенді пешке салып 20 минут дайындайтын боламыз. Дайын болған бисквитті формадан шығаруға асықпаңыз. Бисквитті толық суытып алып формадан босатамыз. Бисквитті екі бөлікке бөлеміз. Ұзын және өткір пышақ қолдансаңыз, бисквит тегіс болып кесіледі. Бисквитті тортқа жағатын кремімізді осындай қойылатылған сүт және сары майдан дайындаймыз. Чашаға 250 грамм қойылатылған сүт, 200 грамм май салып, 20 секунд 4-ші жылдамдықта араластырамыз. Кесіп дайындап қойған коржымыздың ортасына кремнің көп бөлігін жағамыз, ал аз бөлігін кремнің ең үстіңгі бетіне жағуға алып қаламыз. Қалған кремді торттың бетіне және жандарына жағып, өз қалауыңызша жаңғақтармен немесе шоколадпен әрлеуге болады. Менің видеом сіздерге ұнаса, видеома лайк қойып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Шайларыңыз тәтті болсын.